Семей қаласындағы Инноватив колледж мекемесінде қашықтықтан білім беру жүзеге асырылуда. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мақаева Алтынгүл Сапарбековна. Бүгін ЕТЖК 11 тобында қазақ әдебиеті пәнінен 38-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясы. Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов 1924 жылы 22 қазанда Қызылорда облысы Арал ауданының Құланды поселкесіне қарасты Үшкөң ауылында дүниеге келген. Ата тегі Арал маңын ежелден қоныс еткен. 7-ші атасы Тайқожа батыр, одан Қалдан, одан Арғынбай би, одан өз заманынан асқан байлығымен танылған Сылаңбай, Нұрпейіс болыс туған. Нұрпейістен Кәрім, Нәжім, Қали деген ұлдар туған. Осы үшеуі, Кәрімнен туған Әбдіжәміл төртеуі 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бұлардан аман қалғаны Әбдіжәміл ғана. Әкесі Кәрім қыран салып саяттаған, ауылнай қызметін атқарған кісі. Соғыс қарсаңында балық колхозында істеген. 1944 жылы 21 сәуір күні Тернополь түбіндегі ұрыста қаза тапқан. Жазушы өзі турасындағы сыр сұхбатта: біздің ру жақайым, одан Бәйдібек, одан Бейімбет шығады. Бәйдібек батыр, бір тайпелдің басшысы, көсем болған кісі. Әбілқайыр мен бірде тіл табысып, бірде тіл табыса алмай, алшайысып жүретін өркөкірек, өзімшіл жан болған екен. Орыс офицерінің жазуында 1745 жылы қайтыс болды делінген. Батырды жерлеуге Нұралы хан және Есет Көкеұлы батыр келіпті. 6-шы атамыз Қалдан жуас, қой аузынан шөп алмас момын кісі екен. Дегенмен өз жөнін ақылына бағындырып отырады екен. 5-ші атамыз Арғынбай заманында би болған, сөз білетін, от ауызды кісі болған деседі. Бірде жол жүріп келе жатқан Арғынбай ауыл шетіндегі үйге келіп түседі. Үй иесі дастархан жайып: «Ареке, алдыңызға жібек дастархан жайдық, зерен қойдық, сол зерендегі асқа ат қойып ішіңіз» депті. Ыдыстағысы боза болса керек. Сонда Арғынбай тұрып: «Мынау мойтап деген ас екен. Ішіп алда ойтап деген ас екен. Ақылды ішсе дана болатын ас екен. Ақымақ ішсе диуана болатын ас екен» деп сусынды еріне тегізіп қайтарып беріпті деседі. Арғынбайдың басында құлпытас бар. Оны баласы Сылаңбай кірешілерге ілесіп Орынборға барған кезінде әкеліп орнатқан. Сылаңбайдан Нұрпейіс, Нұрпейістен Кәрім, Кәрімнен өзім. Өзім туған 1923 жылымды білетінмін. Ай күнімді білмеймін. Соғыстың алдында әкемнен: «Қай күні тудың?» деп сұраған едім. «Оны қайтесің?» деді. «Комсомолға өтейін деп едім». «Ит біліп пе, теңіз жағасында қар жауды. Кешкісін ауылдың сиырларына қасқыр тиді. Қасқыр қарын жарған қара өгіздің етінен шешеңе қалжа жасап бердік. Ойымша, шамамен қараша болуы мүмкін» деген еді жарықтық. Нұрпейіс 2 сайлауда болыс болған. 2-ші сайлаудың ортасында мешіт ұстаған. Имамы Бұхарадан бітіріп келген Үмбет ақын. Беларан деген аласа тау бар. Қатпар тас, алқа бел ұзын, бір тұмсығын теңізге сұғып жатады. Сол жердегі ауылда оқыдым. Бізде арқадағыдай аштық болған жоқ. Теңіз жағалап балық аулағанның өзегі талмайды екен. Зәт дегеннің үйінен жалдап білім алдық. Кейде әйелі шығып, бүгін сабақ болмайды, қожайын ауырып қалды дейтін. Ол күні қуанып үйге қайтамыз. Ақеркесімді сұлу апайымыз сабақ берді. Нұрпейіс ерте 53 жасында қайтыс болды. Қаңтарда әжем бақилыққа аттанды. Мен де шешемді мойындаған жоқпын. Нұрпейістің кенжесі болып өстім. Сол жылы өзім жалаңаяқ болған соң мектепке бармадым. Келесі жылы 2-ші сыныпты оқыдым. 3-ші сыныпты Құландыда, 4-ші сыныпты Көкаралда бітірдім. Менің оқуым ит тістеген терідей болды. 5-ші сыныптан бастап дұрыстап оқыдым. 6-ші сыныпта интернатта жаттым дейді. Сәбит Мұқановтың Адасқандар, Жұмбақ жалау, Мұхтар Әуезовтің Абай романындағы алғашқы 2 кітабы, эпопеяның 2-ші кітабы кейін шыққанын қарайтын болсақ, Дон Кихот романының қазақша аудармасы қол сөмкемізден түспеуші еді. 10-ші сыныпты оқып жүріп повест жазғалы бел будым.
Әскерден қайта оралсам, баяғы жазғандарымның бәрі жоқ. Қатесі көп еді, жоғалғаны жақсы болды дейді жазушы естелігінде. Біраз жасадым. Еш уақытта бұл жасқа келемін деп ойламаппын. Тәркілеу болып жатса, уақыт есімде. Ол кездегі көп нәрсе көз алдымда. Ашаршылықты көрдім, өмір көкпен жоқ. Қайғы қасіреті, қуаныш қызығы да көп болды. Аштықта есектің етін жегендер болыпты. Мектепте оқып жүргенінде күнде маған сүтке салып, бір кесе сүт беретін. Әкемнің 2 әйелі болды. Кешқұрым туыстар біздің үйге жиналады. Көшел атамыз кіріп келіп, 2 келіні тазалап отырған шикі қаздың басын алып, тұмсығынан ұстап, аузына салып, ұзақ талмап шайнайтыны есімде қалыпты. Бұл аштықтың тіршілігі еді. 1943 жылы наурызда лейтенант болдым. Әуелі ұшқыштар курсын оқытты. Курс маған қиын тиді. Әуеге көтерілген кезде көп құсатын едім. Ұшақты қондыру да маған қиын соғатын дейді жазушы. Әбдіжәміл Нұрпейісов Қазақстанның халық жазушысы, 20 ғасырда қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан суреткердің бірі, қоғам қайраткері. 1946 жылы желтоқсанда әскерден босанған Әбдіжәміл армия қатарында жүріп бастаған Курляндия романын жазуға кіріседі. Оны бітіріп баспаға берген соң, 1 жыл Қазақ мемлекеттік университетінде білім алады. 1954 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтына түсіп, 1956 жылы бітіріп шығады. Тырнақалды кітабы үшін Жамбыл атындағы республикалық сыйлықтың лауреаты атанады. Проза саласында үзбей еңбектенуімен қатар, өткір сыны мен публицистикалық мақалаларымен де көзге түсті. 1962-1964 жылдары Қазақстан Жазушылар одағының органы Жұлдыз журналының бас редакторы болып істеді. Қазақ ССР жоғары кеңесінің депутаты болды. 1964 жылдан бері ұзақ жылдар бойы бірыңғай шығармашылық қызметпен шұғылданып, нарық заманында халықаралық қазақ пен клубының ұйымдастырып, оның президенттігіне сайланды. 2000 жылы пен клуб жанынан Таңшолпан журналын шығарды. Көп жылдардан бері осы әдеби көпшілік журналының редакторлар кеңесінің төрағасы болып қызмет етті. Қан мен тер трилогиясы, соңғы парыз диалогиясы Нұрпейісовтің ғана емес, күллі қазақ әдебиетінің табысы. Жазушының ерен еңбегі елдің, мемлекеттің жоғары бағасына ие болды. Жазушы ретінде еңбек қызыл ту, құрмет белгісі, Қазақстан мемлекетінің отан орденімен марапатталды. Ол КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Бұл мәртебелі сыйлық жазушылардан Қазақстанда 3 қаламгерге, яғни Мұхтар Әуезов, Әбдіжәміл Нұрпейісов және Жұбан Молдағалиевке лайықты деп берілген болатын. Марапаттары: 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы Қызыл жұлдыз ордендері, Еңбек қызыл ту ордені, құрмет белгісі ордені, КСРО мемлекеттік сыйлығы, Қазақ ССР халық жазушысы, 200 томдық бүкіл әлемдік кітапханада дайындап басып шығаруды жүзеге асыруға белсене ат салысқаны үшін, оның ішінде осы сериядағы Мұхтар Әуезовтың 2 томдығына арналған алғы сөзді мұқияттылықпен жазып шыққаны үшін РКФСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасы, Қазақстанның отан ордені, 1985 жылы Қазақ КСР халық жазушысы құрметті атағы берілді. Қан мен тер трилогиясын құрайтын 1961 жылғы ымырт, 1964 жылғы Сергелдең, 1970 жылғы Күйреу романдарынан атының өзінен ақ байқалып тұрғандай, төбеден жарқырап тұрған күнді аз кездестіреміз. Өзінің бас кейіпкері Еламан тәрізді, туынды ұдайы дерлік томырылып, үнсіз тұжырап, түнерген қалпынан жазбайды. Соның өзінде де туған өлкеге дейін сүйіспеншілік сезімінің орны бөлек. Прозашының туған халқына, оның жазира даласына деген сүйіспеншілігі, елінің кең қолттық мінезін, шалқар әнін, салқар көштей шұбатылған тарихын эпостық қызарға көтере суреттеуінен аңғарылады. Қан мен тер трилогиясы ел, халық, оның әлеуметтік тағдыры туралы шығарма. Уақыты өзгергенімен заманалық зәрулігі өзгермейтін туынды. Соңғы 70 жылға алтын әдебиетімізді мысқа балағысы келетін қайсы бір даңғойлар бұл романға тап күресін жазғандықтан ескірді деп міндет ақты.
Қан мен тер трилогиясын қазіргі тәуелсіздік мұнарасынан, демократиялық көзқарас тұрғысынан оқығанда, оның қазақ шындығынан бара тартқан жерін табылмайды. Қайта коммунистік үстем идеологияға қайшы пікірлерді жолықтырып, бұны қырағы цензура қалай жіберді екен деп қалуға негіз бар. Романның «Күйреу» аталатын үшінші соңғы кітабында комиссар Дьяков насихаттайтын болашақ коммунистік қоғамның басты принциптерінің дұрыстығына еламан әжептәуір күмән келтіреді. Ол кезде, енді романнан үзінді, ол кезде жер басқан адамның бәрі бірдей болады дейді. Жарайды, адам баласының көкірегінде алалық болмас. Осы жұрттың ішер асы, киер киімі, сөйлер сөзі бірдей ақ болсын. Бірақ Құдай бірдей жаратпаса қайтеді? Басқаны қойғанда бір оттың басында бір қазаннан ас ішіп, бірге жатып, бірге тұрып жүрген бауырлас кісілердің арасында бірдейлік бола қоймаушы еді ғой. Олардың арасында да біреуінің сөзі үстем, біреуінің өзі үстем. Бірі ертеден қара кешке дейін қоңынан күн өтіп, сылпылдап қой соңында жүрсе, енді бірі алшайып ат үстінен түспейді. Түсінбеймін. Қара борбай кедейлер кеңдік алсын, бірдейлік орнасын. Бірақ бәтір-ау, осы халықтың киер киімі, ішер асы бірдей болғанмен, құлқы бірдей бола ма? Жазушының алғашқы романымен салыстырғанда «Қан мен тер» трилогиясы тірлік тынысы әлде қайда кең шығарма. Жанрлық жағынан да басқаға ұқсамайды. Курляндия оқиғалы роман санатына жатса, бұл әлеуметтік психологиялық типті шығарма. Ізденіс салмағы характерге түскен, бірақ суреткерлік қабілетін ата-бабалардың мінез кескінін ашуға жұмсаған. Характер Нұрпейісов романының қозғаушы күші. Ел қазанында қайнап піскен характер өз тарапынан ел тамырының соғуына, тонус райына ықпал етеді. Романдағы оқиғаларға мұрындық боп көрінеді, әрі сюжет ұйытқысы. Нұрпейісов характер сомдауда әлеуметтік һәм психологиялық талдауды тәсілін бір арқаның екі тіні есебінде өреді. Романның алғашқы беттерінен ақ автор би, төл және төлеу сөздерді еламанның жанымен сөйлетеді және психологиялық талдаудың монолог формасын жиі қолданады. Монолог шарты жалғыздық. Адамзат һәм табиғат, қоршаған орта, экология. Белгілі себептермен бұл тақырып идеялық эстетикалық нысаны басқа, «Қан мен тер» романында көп өрістетілгені түсінікті нәрсе. Адам табиғат анаға тым қатыгез екендігімен айтып, үлкен бір әңгіменің шетін шығарды да, сол заматында тоқтады. Бірақ басталған әңгіме аяқсыз қалмады. Жалғасын жаңа шығарма тапты. Атап айтқанда, маңызы зор экология әңгімесі, табиғат пен адам туралы толғаныс соңғы парыз роман диалогиясының өзекті тақырыбына айналды. Жанры жағынан соңғы парыз диалогиясы «Қан мен тер» трилогиясымен қарайлас, әлеуметтік психологиялық роман болып табылады. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.